Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен сүтсіз, айрансыз, сумен жасалатын осындай дәмді пирог бір ғана жұмыртқадан жасаймыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Бір жұмыртқамызды миксерлеп аламыз. Қантымызды қосамыз, миксерлейміз. Қанттың кішкене бөлігін салып, тағы да миксерлеп жібердім. Келесі кезекте қайнаған суымызға бір ас қасық какао салып араластыратын боламыз. Үш ас қасық сұйық май қосамыз. Араластырамыз венчикпен. Енді какаомызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды қосамыз. Ұн 70 грамдай кетті, менде рецепті описанияға қалдыратын боламын. Жарты шай қасық разрыхитель, жарты шай қасық ас содасы және ванилин қосамыз. Араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырамыз. Массамыз біркелкі болғанша араластырамыз венчикпен. Бізде дайын болды. Келесі кезекте форманы жасауға кірісеміз. Пергамент қағазын 2 бүктейміз және 4 шетінде қайырып шығамыз. Осылай көрсетілгендей етіп бүктейміз. Енді 4 бұрышын қайшымен қиып аламыз. Және бұрыштарын біріктіріп, степлердің көмегімен қыстырып шығамыз. Арнайы формаңыз болмаған жағдайда осындай форманы қолдан жасап аламыз. Ал бізде дайын болды. Шет-шеттерін қыстырып шықтық. Енді массамызды құятын боламыз. Лопатканың көмегімен барлық жеріне біркелкі етіп, бірдей етіп құйып шығамыз. «180 градуста пісіреміз. Кішкене жаңғақ тастап жібердім. Сахарный пудра сеуіп шығамыз.
дәмді пирогымыз дайын болды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын барлықтарыңызға.